أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла тағаланың қалауымен имам Ғазалидің Ихия улумиддин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Алла тағалаға тәуекел ету тақырыбын үйреніп жатырмыз. Өткен дәрісімізде тәуекел ету үшін адамның бойында табылу керек болған сенім, сезім жайында айтқан болатынбыз. Имам Ғазали рахмахуллах оған адвокат жалдаудың мысалын келтіреді. Адвокат болғанда тек қана адвокат емес, жалпы ол әрі сол істі қарайды, іздейді, зерттейді, одан кейін сол іс бойынша сізді қорғайды. Сондай адамды жалдауға мысал келтіреді. Имам Ғазали рахмахулла айтады, ол адамға сенің арқа сүйеуің, жүрегіңді байлауың, тәуекел етуің толық болу үшін ол адамға қатысты сенде 4 сенім болу керек дейді. Немесе 4 нәрсеге сенуің керек. Біріншісі, ол адамның сенің мәселеңді толық зерттей алатындығына көзіңнің жетуі, сенуің, яғни осының әлеуеті жетеді, менің ісімді толық зерттей алады, әрбір сондай бір нәзік тұстарын аша алады деген сенім болу, яғни оның іліміне, тәжірибесіне сену. Одан кейін мунтахал қуа дейді, сол нәтижені қорқпай айта білуі дейді. Және одан кейін үшіншісі, оны шешендікпен жеткізе алуына сену. Және төртіншісі, ол адамның сізге жанашыр екендігіне сену дейді. Егер осы 4 нәрсеге сеніміңіз толық болатын болса, онда сіз ол адамға тәуекел етуші болып табыласыз. Яғни оның мықты маман екендігіне сену, және одан кейін ертең ақиқатты бұрмаламай айтатындығына сену, және оны дұрыс жеткізе алатындығына сену, және сізге жанашыр екендігіне сену. Егер осы 4 нәрсенің бірінде ол адамда кемшілік болатын болса, онда ол сізді дұрыс қорғай алмайды. Яғни мәселені аша алмауы мүмкін. Мәселені ашқан күннің өзінде де белгілі бір себептермен зерттеудің нәтижесін айтудан қорқуы мүмкін. Немесе айталған күннің өзінде де дұрыс жеткізе алмауы мүмкін. Немесе сізге жанашыр емес, жанашыр болмағаннан кейін айтпайды да, сатылып кетеді, басқа деген сияқты. Және тағы 5-ші шартты айтады. 5-ші шартты айтады. Бұл осы 4-еуімен қатар екінші жақ қарсылас жақ, бұдан күштірек деген сенімде болмау дейді. Егер екінші жақ менің жалдап жатқан адамымнан күштірек, одан білімі көбірек, тағы да басқа да сондай бір яғни ода саяси күш бар, басқа деген сияқты сондай бір сенімде болатын болсаң, онда сен әлгі адамға толық тәуекел ете алмайсың дейді. Толық тәуекел ете алмайсың. Демек, жүрегің тыныштық таппайды. Ол адамды жанашыр деп білесің, ісінің маманы деп білесің, дұрыс жеткізе алады деп білесің, және жеткізуге қорқпайды деп білесің, бірақ екінші жақ бұдан күштірек. Мысалы, өткенде мысал ретінде айттық қой, кейде бір мәселеге белгілі бір саяси күштер тарапынан тапсырма болуы мүмкін. Ол кезде сенің ісің қанша ақ болса да, бәрібір оны қара қылып шығарады. Неге? Өйткені арнайы тапсырма бар. Қанша мықты маман жалдасаң да, бәрібір ол дәлелдеп берсе де барлық нәрсені сот алып келеді де,
үкімді басқаша шығарып береді. Неге? Өйткені екінші жақ сен тараптан, сен жалдаған адамнан күштірек және тапсырма бар. Мысалы сондай жағдайда ол жерде бәрібір үкім дұрыс шықпайды. Сен соны біліп тұрсаң, қандай мықты адамды жалдағаныңмен жүрегің тынышталмайды. Неге? Өйткені біліп тұрсың, екінші жақта мынандай мәселелер бар. Енді имам Ғазали рахмаулла осыны айтып болғаннан кейін айтады: «Иза арафта тәуәккуля фи хазал мисал, фақис алейхи тәуәккуля ала Аллахи тағала». Егер осы мысалдан тәуекел мәселесін түсінсең, онда Аллаға тәуекел етуді осыған салыстыр деді. Яғни осымен салыстыр. Яғни сен Алла тағалаға тәуекел ету үшін біріншіден тамамул илми вал қудра аля кифаятил ибад. Алла тағала құлдарына жеткілікті болуда Алланың білімі де құдіреті жетеді деп сенуің дейді. Және одан кейін Алла тағала пенделеріне мейірімді, жалпы құлдарына және жеке-жеке, яғни жалпы адамзатқа Алла тағала құлым деп оған мейірімді және жеке-жеке адамдарға мейірімді деп сенуің дейді. Және Алланың құдіретінен, күшінен артқан ешқандай күш жоқ, құдірет жоқ. Алланың білімінен асқан ешқандай білім жоқ. Алланың мейірімінен асқан ешқандай мейірім жоқ. Алла тағала бәрінен маған мейірімді деп білсең, сол кезде сенің жүрегің Алла тағалаға байланады және тыныштық табады. Кез келген істе. Мысалы, бағанағы әлгі адвокаттың мысалында сенің ісіңді қараған, зерттеген, сені қорғаған адамға қатысты. Сен мынаның бәріне сеніп тұрасың, әлгі 4 нәрсеге сеніп тұрасың, бірақ екінші жақ күштірек деп сенген кезде жүрегің тынышталмайды. Ал енді Аллаға қатысты. Сен білесің, Алла тағаладан білімді ешкім жоқ. Алла тағала сенің пайда зияныңды, саған ненің керек, ненің керек емес екендігін біледі. Алла тағала дана әр нәрсені өзінің орнына қояды. Алла тағала мейірімді саған, анаңнан да мейірімді, хадисте келгендей. Алла тағаланың құдіретінен асқан ешқандай құдірет жоқ. Яғни, мына жақта сен Аллаға тәуекел етіп жатсың, екінші жақта сенің қарсыластарың. Енді сен Алла тағалаға тәуекел еткен кезде, мынау әлемдегі қайсы бір күш Алладан күштірек пе? Алладан күштірек еш нәрсе жоқ. Алладан білімді ешкім жоқ. Алладан мейірімді ешкім жоқ. Ондай болатын болса, сенің жүрегің кез келген істе тыныштық табуы керек. Яғни Алла тағалаға байланады жүрегің, Алла тағалаға тәуекел етеді, және сенің жүрегіңде алаңдау, қорқу, мазасыздану болмайды. Неге? Өйткені сен Алла тағаланы әлгі сипаттарымен танып тұрсың. Алла тағала барлығынан күшті, Алла маған мейірімді, Алла тағалаға қарсы келетін еш нәрсе жоқ, Алла тағала менің пайда зиянымды біледі деп Алла тағалаға арқа сүйеген кезде, жүрегіңді байлаған кезде, жүрегің тыныштық табады. Яғни осы сезім Аллаға тәуекел ету деп аталады. Әлгі сенімдер, әлгі сипаттарға сенгеннен кейін жүректің тынышталуы. Аллаға тәуекел еттім, Аллаға тапсырдым деген кезде, ол сенің жүрегіңде алаңдау, мазасыздану, ойбай не болады екен, қандай болып қалады екен деген сияқты ондай бір қорқыныштың болмауы. Осы Алла тағалаға шынайы тәуекел ету болып табылады. Имам Ғазали рахмаулла айтады, ары қарай сөзін жалғастырып, біз осы жерден өткен жолы тоқтаған болатынбыз. فَإِن كُنْتَ لَا تَجِدُ هَذِهِ الْحَالَةَ مِنْ نَفْسِكَ فَسَبَبُهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ. Егер жүрегіңде осы сезім болмаса дейді, кез келген мәселеге қатысты, жұмысыңа қатысты, денсаулығыңа қатысты, отбасыңа қатысты, болашағыңа қатысты, оқуыңа қатысты, кез келген нәрсеге қатысты. Жүрегіңде мазасыздық болса, жүрегіңізде тыныштық болмаса, алаңдаушылық болса, қорқсаң, ойбай жұмысым не болып қалады екен, рызқым не болып қалады екен, ертең үйтіп қалар ма екен, ертең доллар түсіп кетер ме екен, доллар көтеріліп кетер ме екен, анау өйтеді,
дүниелік мәселелермен, тіршілік мәселелермен басын қатып мазан кете берсе, яғни алла тағалаға тәуекел ете алмай жатсың, аллаға тапсырып қойып, алла тағала сен маған жеткіліктісің деп бір сондай рахат күйде өмір сүре алмай жатырсыз. Имам Ғазали рахмаулла айтады, егер сенде ол сезім болмаса, жүректі аллаға байлау, аллаға тәуекел ету сезімі болмаса, онда оған екі нәрсенің бірі себеп болады дейді. Немесе екеуі бірге себеп болуы мүмкін. Біріншісі, имма дафул яқин би ихда хадихил хисалил арбаға. Әлгі төрт нәрсені айттық қой, соның біріне деген, немесе бәріне деген сеніміңнің әлсіз болуы. Яғни, яқин сенім болмауы, нық сенімнің болмауы. Демек сен Алланың мейірімді екендігіне толық сенбейсің, күмәнданасың. Немесе Алла тағаланың саған жанашыр екендігіне, немесе Алла тағаланың біліміне, немесе Алла тағаланың құдіретіне. Осы нәрселерге сен толық сене алмай тұрсың. Толық сенсең, онда неге жүрегің тынышталмайды? Демек, сол сипаттарға деген сенімің яқин емес. Бұл бірінші себебі. Яғни сен намазда оқисың, басқа жерде, мысалы, Аллаху ла илаха иллаху ал-хайюл қайюм, Алла тағала бағанағы тірі адамдардың ісін реттеуші деп, одан кейін әл-алийюл азим, Алла тағала ұлы дейсің, бағанағы алим, Алла білімді дейсің, оқып жатырсың, Құранды оқып жатырсың, дұғаларды айтып жатырсың, бірақ жүрегіңдегі сенім оған мықты емес. Бұл бірінші себебі. Екінші себебі, ва имма дафул қалби ва марадуху бистилаил джубни ва галабатил аухами алейх. Екінші себеп ол жүректің әлсіздігі дейді. Жүректің әлсіздігі, жүрегіңе қорқыныш кірген, алаңдаушылық кірген, және түрлі негізі жоқ пікірлер, ойлар кірген дейді. فإن القلب قد ينزعج تبعا للوهم وطاعة له من غير نقصان في اليقين. Кейде сенің жүрегіңде әлгі сипаттарға деген яқин сенім болады, бірақ жүрегің әлсіз болғандықтан, жүрегіңде қорқыныш болғандықтан, сенде бәрібір алаңдаушылық болады дейді. Яғни сенде яқин сенім бар, бірақ бәрібір қорқасың. Ол қалайша? Имам Ғазали рахмаулла оған мынандай мысал келтіреді. Егер бір адамға қайтыс болған мәйітті жатқызып қойған бөлмеге кіріп, сонда түнеп шық. Мәйіттің жанына жатып түнеп шық. Немесе қабірстанға барып, зиратқа барып, сол жақта түне десе. Имам Ғазали айтады, нафара табауху мин залик ва инкана мутаяққинан бикаунихи майита. Сенен сұраса, енді солай айтса, қорқасың. Адамдардың көбісі мәйіт жатқан бөлмеде түнеуден қорқады. Тіпті ол кетіп қалғаннан кейін де. Яғни, мысалы, бүгін әкеп жатқызды, ертеңнен жаназасын шығарды, сөйтіп апарып көмді. Бірақ содан кейін сол бөлмеде ұйықтай алмай, сол бөлмеге кіруге қорқып жүретін адамдар бар. Бар өмірде ол нәрсе. Немесе бағана қабірстанға барып түне десе, қабірстанға барып түнеден қорқады. Енді сол адамнан сұрасаңыз, мына жатқан дененің бойында рухтың жоқтығына, мәйіт екендігіне сенесің бе десең, сенем дейді. Күмәні бар ма мәйіт екендігінде? Мәйіттің қайтадан тіріліп кетпейтіндігіне ода толық сенім бар ма? Толық сенім бар. Негізі өлілерден емес, тірілерден қорқу керектігін ол жақсы біледі. Өйткені өлі ешқандай зиян келтірмейді. Зиянды тірі келтіреді. Тірі адам саған зиян келтіреді, арамдық қылады, қастандық қылады. Бірақ қайтыс болған адам саған ешқандай ондай қастандық қылмайды, зиян келтірмейді. Ол жай ғана рух тәрк еткен дене, мұздап жатқан дене.
Ол саған ешқандай зиян келтірмейді. Сен оны, мына орыстар в глубине души дейді ғой, яғни әлгі түпсанаңда дейміз ба, не дейміз, ішкі жан дүниеңде білесің оны, бірақ бәрібір қорқасың. Сенің ол қорқуың әлгі жатқан дененің мәйіт екендігіне сенбегендіктен болып жатыр ма? Сен біліп тұрсың ғой мәйіт екендігін, қайтып тіріліп кетпейтіндігін де білесің. Бірақ неге қорқып жатырсың? Өйткені жүрегіңде сондай негізсіз қорқыныш бар. Негізсіз қорқыныш бар. Және неше түрлі нәрселерді елестетіп кетесің. Ой, сол мәйіт үйтіп кетеді, бүйтіп кетеді, мысалы. Әртүрлі фантазия бар ғой адамдарда. Бірақ ол нәрсенің болмайтындығын сен білесің. Бірақ әлгі негізсіз пікірлерді, пікір болғанда пікір де емес, ол жай әлгі не дейміз оны бір бір қиял, негізсіз ой, сондай нәрсе жүрегіңе кіріп алған. Әбден бағанағы ужас киноларды көріп алғансың. Ол да себеп болады ғой кейде әр нәрседен қорқуға. Әбден ужас киноны көре беріп, сол бағанағы өлгендер қабірлерінен тіріліп кетеді, немесе рухы келіп үйде мазалап жүреді, бағанағы бір себеппен кете алмай қалады барзақ әлеміне. Сөйтеді де сол үйді мазалап жүреді, сондай әбден сондай бір фантастика, ужас киноларды көріп алғансың. Сонымен жүрегіңе негізсіз ойлар кіріп кеткен. Немесе әлгі жүрегіңде қорқыныш бар. Сол себепті сен әлгі нәрседен қорқасың. Бұл жерде яқин сенім болмағандықтан емес, жүрегіңде қорқыныш болғандықтан. Имам Ғазали рахмаулла бұл жерде соны айтып жатыр. Мысалы, кейбір адамдар бар деді, жеке жатуға да қорқады деді. Жеке түнеуге де қорқады. Уайымдап, светтің бәрін жағып, мысалы, болады ғой сондай адамдар. Светтің бәрін жағып тастайды, есікті құлтап тастайды, тіпті телевизорды өшірмейді. Неге жеке жатуға қорқады? Не болады оған жеке жатса? Еш нәрсе болмайды. Бірақ ода сондай қорқыныш бар. Имам Ғазали рахмаулла айтады, демек, сенің жүрегің мазасызданып жатса, онда бірінші себебі сен Алла тағаланың әлгі сипаттарына сенбейсің, немесе сенгеніңмен бәрібір жүрегің ауру, жүрегіңде дерт бар, әлгіндей негізсіз ойлар, пікірлер жүрегіңе кіріп кеткен, жүрегіңде қорқыныш бар дейді. Сол себепті. Егер біріншісі болатын болса, онда проблема. Біріншісі болатын болса, онда сенің иманыңда проблема бар. Енді көп адамдарда, мұсылмандарда олай емес. Өйткені Алладан құдіретті біреу бар деп ойлайтын болсаң, діннен шығып кетуің мүмкін. Алладан білім артық біреу бар дейтін болсаң, діннен шығып кетуің мүмкін. Алла маған мейірімді емес десең, діннен шығып кетуің мүмкін. Неге? Өйткені сен ашық, анық аяттарға, хадистерге қарсы келіп жатырсың, оларды мойындамай жатырсың. Бұндай кезде діннен шығып кетуің мүмкін. Бірақ мұсылмандардың көбісінде бірінші себеп емес, екінші себеп бар. Ол жүректегі қорқыныш. Яғни жүректің әлсіздігі. Яқинның әлсіздігі емес, жүректің әлсіздігі. Демек, дейді Имам Ғазали рахмаулла айтады, لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا. Демек, тәуекел болу үшін сенің яқиның күшті болу керек, және жүрегің мықты болу керек деді. Жүрегіңде әлгі негізсіз ойлар, қорқыныш болмауы керек деді. Сол кезде сен Алла тағалаға шынайы тәуекел етесің дейді. Енді Алла тағалаға әлгі сезімдерді сезініп тәуекел еткен адамның өзі үш деңгейде болады деді. Аллаға тәуекел етушілер үш деңгейде болады деді. Бірінші деңгейі وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحال الثقة بالوكيل. Бірінші деңгей бұл әлгі мықты маманды жалдап, адвокатты жалдап, соған арқа сүйеген адам сияқты деді. Яғни сен мықты бір маманды жалдадың. Өз ісінің маманы. Ақиқатты айтудан қорқпайды. Оны шешендікпен әдемі жеткізе алады сөзін. Және саған жанашыр. Сондай адамды жалдаған кезде
сенің жүрегіңнен әлгі іске қатысты алаңдаушылық мүлдем жоғалып кетіп, яғни сен сондай бір 100% тыныштықта боласың ба, әлде бәрібір жүрегіңде бір алаңдаушылық бола ма? Бір алаңдаушылық адамда болады. Не болады екен дегенде бір алаңдаушылық болады. Яғни, былайша айтқанда, артына қарау, жалтақтау деген нәрсе. Имам Ғазали рахмаллаху айтады, бірінші деңгей осы деңгей дейді. Аллаға тәуекел етушілердің бірінші деңгейі әлгі мықты маманды тауып, соған өзінің ісін тапсырған, яғни адвокатқа тапсырған адам сияқты дейді. Бірінші деңгей. Екінші деңгей вахия ақуа, одан күштірек деңгей. Ол қандай деңгей? Айякуна халуху ма'аллахи та'ала ка хали тифли ма'a уммих. Алла тағаламен мәмілесі, Алла тағаламен қарым-қатынасы, Аллаға қатысты әлгі тәуекел сезімінде ол ана мен баланың арасындағы қарым-қатынастағыдай дейді. Ана мен баланың арасындағы. Кішкентай бала. Фаиннаху ла я'рифу ғайраха. Кішкентай бала анасынан басқа ешкімді білмейді. Ва ла яфзау иля ахадин сиваха. Бір нәрсе болса, бірден кімге жүгіреді? Шешесіне, анасына қарай жүгіреді. Ва ла я'тамиду илля ияха. Соған ғана арқа сүйейді. Кішкентай бала, мысалы, жыласа, бірден не деп айтады? Мама деп жылайды, немесе бағанағы ана деп жылайды. Бірден анасын іздейді. Және ва иннабаху амрун фи ғайбатиха кана аувалу сабиқин иля лисанихи я умма. Егер басына бір нәрсе түссе, ең бірінші тіліне келетін сөз ана, мама деген сөз дейді. Және ва аувалу хатирин яхтуру фи қалбихи хуа умму. Жүрегіне ең бірінші келетін ой, сезім ол анасы дейді. Демек, екінші деңгейдегі адам бұл әлгі анасына сенген бала сияқты дейді. Ол жерде балада әлгі адвокатқа сенген арқа сүйеген адам сияқты бір сезім бола ма? Адвокатқа арқа сүйеген адам, ол қандай адам? Ақыл есі толық, оның мықты маман екенін білет, бәрібір өмірді көрген, жағдайды көрген, сол үшін ода бір алаңдаушылық болады. Қалай болады екен, не болып кетеді екен деген сияқты, ода бір не болады? Жалтақтау болады. Ал енді кішкентай балада жүрегі анасына байланған, әлгіндей сезімдер бола ма? Не болып кетеді екен, мынандай болып кетеді екен деген сияқты жоқ. Анасы оны алып құшағына басса болды, тыныш табады. Жүрегі тыныштық табады. Ода жалтақтау деген нәрсе жоқ. Анам немесе бағанағы әкем сол ең мықты, ең күшті, солар мені қорғайды, солар мені сақтайды деген сияқты сондай бір сезім болады. Ода жалтақтау болмайды, ода қорқу болмайды, ода алаңдау болмайды. Бұл екінші деңгей дейді. Екінші деңгей. Енді екеуінің арасындағы айырмашылық дейді. Имам Ғазали рахмаллаху айтады. Екінші деңгейдегі адам وقد فني في توكله عن توكله дейді. إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته بل إلى المتوكل عليه فقط. Бұл тәуекел деген нәрсені мен тәуекел етіп жатырмын, арқа сүйіп жатырмын деп ондай нәрсені ойламайды. Ол тәуекел деген нәрсені жүрегі, тәуекел деген нәрсе, мен мынаған арқа сүйіп жатырмын, ісімді осыған тапсырып жатырмын деген ондай сезім жоқ. Ол нәрсені ұмытып кеткен. Яғни арадағы байланысты, ол тек қана сол анасын ғана білет болды. Ал бірінші жағдайдағы адам, ол енді, мысалы, мен бармын, мына жерде бір бөтен адам бар, ортада мына нәрселер бар деген сияқты, сондай бір сезімде болады. Яғни, екеуміздің арамызда осындай қарым-қатынас бар. Мен мынаға мысалға ақша төлеймін, бұл мына нәрселерді істейді, андай болып қалуы да мүмкін деген сияқты бір сезім болады. Ал екінші жағдайда ондай нәрсенің ешқайсысы жоқ.
Бұл екінші деңгей дейді. Себебі біріншісі дейді فَيَتَوَكَّلُ بِالتَّكَلُّفِ وَالْكَسْبِ. Яғни өзінің сол істі тапсырып жатқанын ол ұмытып кетпейді дейді. Ал кішкентай бала, ол мен бағанағы ана бар, бала бар, арада осындай мейірімді қарым-қатынас бар деген сияқты әлгі нәрселерді ойлап отырады ма? Жоқ, оның жүрегінде анасы бар болды. Арадағы қатынас, мен оның баласымын, ол менің анам, ана баласына жанашыр болу керек деген сияқты осындай бір нәрселерді ойлайды ма? Жүрегінен өтеді ме? Осы нәрселер өтпейді. Оның жүрегі тікелей анасына байланған болды. Жүрегі анасымен тынышталады. Ал енді үшінші деңгейдегі адам дейді وَهِيَ أَعْلَاهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ مِثْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَاسِلِ. مثل الميت بين يدي الغاسل. Алла тағаламен қарым-қатынасында, іс-әрекетінде жуушының алдында жатқан мәйіт сияқты дейді. Жуушының алдында жатқан мәйіт сияқты. Яғни әлгі адам, мен бұл дүниеде ешкім емеспін, еш нәрсе емеспін. Бұл дүниеде бір ғана күш бар, ол Алла тағала, Алла тағаланың күш құдіреті. Барлық нәрсенің артында Алла тағаланың күш құдіреті тұр деген сенімде. Яғни бұл дүниеде ол тек қана бір құдіретті, бір күшті көреді. Басқа еш нәрсені көрмейді. Әлгі жуғыштың алдында жатқан мәйіт сияқты. Оң жаққа бұрса, оң жаққа бұрылады, сол жаққа бұрылса, сол жаққа бұрылады, майыстырса, майысады деген сияқты. Бұл үшінші деңгей дейді. Бұл үшінші деңгей. Демек, әлгі жүректегі сенім пайда болғаннан кейін адамның Алла тағалаға тәуекел етуінің өзі осындай үш деңгейден тұрады деді. Ең жоғарғы деңгейі ол осы қазір имам Ғазали рахмаулла айтып жатқан, яғни жуушының алдындағы мәйіт сияқты өзін сезіну дейді. Барлық нәрсенің артында Алла тағала тұр, Алла тағаланың күш құдіреті тұр, одан басқа ешқандай күш құдірет жоқ деп сондай бір рахат күйде өмір сүру. Енді бұл жалпы тәуекелге қатысты имам Ғазали рахмауллахтың айтып кеткен мәселелері. Енді одан да басқа мәселелерді айтқан, бірақ енді біздің кітабымыз ықшамдалған кітап, сол үшін де бұл жерде негізгі мәселелерді қарастырамыз. Одан кейінгі мәселе имам Ғазали рахмауллах қарастырған, бұл баяну а'малил мутаваккилин. Енді Алла тағалаға тәуекел еттің. Алла тағалаға тәуекел еттің. Алла тағалаға жүрегіңді байладың, Алла тағалаға арқа сүйедің. Бұл деген әрекет етпеу деген сөз бе? Әлгі мысалы, кішкентай бала, оның өзі де білесіздер, қарны ашқан кезде не істейді? Жылайды. Тіпті бізде жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Бірақ енді анасы жылауын күтіп отырмайды ғой. Анасы жылауын күтіп отырмайды. Баласына уақытында тамағын береді, емізеді, астын тазалайды, жағдайын жасайды. Бірақ қажет болғанда бала бәрібір жылап өзінің қажетін сұрайды. Яғни былайша айтқанда бала тарапынан бір әрекет бар. Енді Алла тағалаға тәуекел ету дегеніміз бұл әрекет етпеу деген сөз бе? Имам Ғазали рахмаулла айтады: "И'лам анна ал-илма юритhu al-hal wal-hala yuthmiru al-a'mal." Біл дейді, білімнен жағдай, ішкі жағдай, сезім туындайды дейді. Біз өткен дәрістерде айтып кеткенбіз. Мына нәрселерді білген кезде сенің жүрегіңде Аллаға тәуекел ету деген сезім пайда болады дедік. Ол жағдайдан амал туындайды. Ол жағдайдан әрекет туындайды. Яғни сен жүрегіңді Аллаға байлаған кезде
Мысалы, Алла тағала айтады, кім тақуалық етсе, Алла тағала оған кез келген тығырықтан шығатын жол тауып береді дейді. Күтпеген жерден оны рызықтандырады дейді. Сен құдіреті күшті Алла тағалаға жүрегіңді байладың, Аллаға тәуекел еттің. Енді Алла тағала кез келген тығырықтан мені шығарады, және күтпеген жерден маған рызық береді. Менің рызқым, өлімім, өмірім, пайдам, зияным, барлығы бақытым, қуанышым, бақытсыздығым Алла тағаланың қолында деп сендім. Осы сезімнен кейін сенде харамнан рызық табу деген әрекет бола ма? Болмайды. Неге? Өйткені рызық Алла тағаланың қолында екендігін сен білесің. Алланың рызқы Аллаға қарсы келумен табылмайтындығын, ізделмейтіндігін білесің. Қалай сен рызық Алла тағаланың қолында деп білесің де, енді Аллаға қарсы келесің рызық іздеуде. Рызықты жеткізуші Алла тағала емес пе? Сол үшін де сен қандай қиын жағдайда тұрсаң да харамға бармайсың. Маған мейірімді Алла тағала өзі рызқымды жеткізеді деп сенесің. Және осы жерде айта кететін бір нәрсе, жалпы біздің өмірімізде неге бір сахабалардың өміріндегідей, табиғиндердің өміріндегідей жағдай орын алмайды көп. Оқиғаларын естіп жатамыз. Мынандай нәрсе болды, осындай қиындыққа ұшырады, сол кезде Алла тағалаға тәуекел етіп, жоқ деді, артынша мынандай дүние болды, артынша мынандай болды, рызық жетті, басқа деген сияқты осындай нәрселерді көп оқимыз, естиміз. Ал бірақ біздің өмірімізде ол нәрсе көп орын алмайды. Ғұламаларымыз айтқан бір жақсы ереже бар. Алла тағаламен тәжірибе деген мәселе жүрмейді дейді. Алламен қарым-қатынаста тәжірибе деген нәрсе жүрмейді дейді. Яғни опыт, тәжірибе, тексеру. Біреулер бір нәрсені ойлап шығарған кезде соны тексереді ғой. Тексерейік, осылай болар ма екен, болмас па екен, іске асар ма екен, іске аспас па екен деп. Біз әлгі аят хадистерді оқыған кезде Алланың рызық жеткізуші екендігін, Алла тағала тақуа құлдарына рызық жеткізетіндігін, тағы да басқа да сондай Алланың кеңшілігі жайында, мейірімі жайында аят хадистерді оқыған кезде, соған амал еткен кезде біз амал етейік, болып қалар деген сияқты осындай бір сезіммен істейміз. 100% арқа сүйеп, сеніп, тіпті мынандай аят бар, былай етсем былай болады, былай етсем былай болады деген сияқты бағана есептерді, оның бәрін ұмытып, жүректің Аллаға байланып қалуы. Сахабалардың, табиғиндердің, олардың өмірі деген солай еді. Ал бізде әлгіндей бір есеп тұрады. Алла тағала осындай деген ғой, былай қылсам былай болып қалатын шығар, немесе болады қан көрейін деген сияқты осындай бір сезіммен әрекет етеміз. Ал Алла тағаламен ондай тәжірибе деген нәрсе жүрмейді. Істеп көрейін, болып қалар, бетіп көрейін, бетіп қалар деген сияқты нәрсе жүрмейді. Имам Ғазали рахмаһуллах айтып жатыр, ішкі сезімнен амал туындайды дейді. Ішкі сезімнен амал туындайды. Яғни сенің ішіңде Аллаға толық сену болмаса, әлгі екі себептің бірімен не сенде яқин жоқ, не жүректе әлсіздік бар, онда сен жан-жаққа жалтақтай бастайсың. Бастығыңа жалтақтайсың, жұмысыңа жалтақтайсың, харам табыс көзін қарастыра бастайсың. Неге? Өйткені рызықтың саған келетіндігіне толық сеніп, Алла тағалаға тәуекел етіп жатқан жоқсың. Енді имам Ғазали рахмаһуллах айтып жатыр,
енді ішкі сезімнен амал туындайды деген кезде әлгі ішкі сезімнен әрекет етуді тастау керек деген осындай бір тұжырым шығып, біз әрекет етпеуіміз керек пе? Сондай мәселе туындай ма? Имам Ғазали рахмаулла айтады: وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, немесе адамдарға жалпы сондай ой келуі мүмкін дейді. Аллаға тәуекел ету дегеннің мағынасы денемен әрекет етпеу, бір нәрсені жоспарламау деп ойлауы мүмкін дейді. وهذا ظن الجهال. Бұл надандардың ойы дейді. وذلك حرام في الشرع. Және шариғатта ол нәрсе харам дейді. Яғни Алла тағала маған рызқымды жеткізеді. Алла маған рызқымды жазып қойған. Мен 80 жыл өмір сүретін болсам, Алла маған 80 жыл өмір жазған болса, демек 80 жылдық рызқымды Алла дайындап қойды. Ол рызық қалай болса да маған жетеді. Ол сенім дұрыс. Бірақ одан әрекет етпесем де жетеді деген ой туындамау керек, және соған жараса әрекет болмау керек. Яғни шарасыздық, әрекетсіздік болмау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде не деді? Егер сендер Аллаға шынайы тәуекел етсеңдер, таңертең аш кетіп, кешке тоқ қайтатын құсты рызықтандырғандай рызықтандырып қоятын еді. Құс ұясында жатпайды ғой, рызқым өзі келеді деп. Ол таңертең шығып кетеді рызқын іздеп. Оның бір нақты жұмысы жоқ, барып жұмыс істеп, 9-да барып, кешке 6-да қайтатын. Айдың соңында оған мынау сенің рызқың, мынау сен балаларыңа тамақ деп беретін ешқандай бір дайын орны жоқ. Таңертең жүрегін Аллаға байлап, тәуекел етіп шығып кетеді. Кешке тоқ қайтады. Тура соны тамақтандырғандай, рызықтандырғандай сендерді рызықтандырып қояр еді деді. Демек, адамнан не болу керек? Әрекет болу керек. Алла тағала сенің рызқыңды әрекетке байлап қойған. Әрекетке байлап қойған. Әрекетсіздікке емес. Егер бір адам, Алла тағала бір ғұлама айтқандай, бір адам үйінен шықпай жата берсе, Алла тағала маған 80 жыл өмір жазған болса, 80 жылдық рызқым дайын, өзі келеді, Алла оны жеткізеді деп, үйінде жатып шықпай, рызық келген жоқ, ешкім оны іздеп келіп есігін қағып оған тамақ берген жоқ, сөйтті де өліп қалды. Сонда қалай болды? Алла тағала оған 80 жыл өмір жазып қойды да, бірақ ол сол 80 жылға жетпей 40 жасында, мысалы немесе 30 жасында өліп қалды ма? Жоқ. Алла тағала оған демек тағдырында не деп жазған? Бұл адам тәуекел деген мәселені қате түсініп, надандықпен үйінде осындай бір ойда жатып, 30 жасында аштан өліп қалады деп жазған Алла тағала оған. Оған 80 жыл рызық жазып, 80 жыл өмір жазып, кейін 30 жасында өліп қалған жоқ. Оған сол 30 жасында сондай бір басына шубха дейді ғой, бағанағы біздің бауырларымыз шубха кіріп кетті. Басына сол шубха кіріп кеткен, яғни сондай бір қате пікір кіріп кеткен. Сонымен жатып өліп қалды. Имам Ғазали рахмаулла айтады, әрекетсіздік бұл шариғатта харам дейді. وَالشَّرْعُ قَدْ أَثْنَى عَلَى الْمُتَوَكِّلِينَ. Шариғат, яғни Алла тағала тәуекел етушілерді мақтады. فَكَيْفَ يُنَالُ مَقَامٌ مِنْ مَقَامَاتِ الدِّينِ بِمَحْظُورَاتِ الدِّينِ. Ал енді шариғаттағы діндегі адам жететін үлкен дәрежелердің бірі, Аллаға тәуекел ету дәрежесі, қалайша шариғатқа қайшы әрекетпен болады деді. Шариғатқа қайшы әрекетпен болмайды. Ал әрекетсіздік, әрекет етпеу, амалын жасамау, бұл шариғат тыйым салған нәрсе. Демек, Аллаға тәуекел ету дәрежесі Алланың бұйрығына қарсы келумен болмайды. Сіз сол арқылы оған қол жеткізесіз.
келтіру үшін жасайды, немесе өзінде бар нәрсені сақтап қалу үшін, немесе әлі келмеген зиянның алдын алу үшін, немесе басына түскен зияннан құтылу үшін, яғни осындай жағдайларда әрекет жасайды деді. Осындай 4 жағдайда. Бірінші жағдай: қолыңда жоқ нәрсеге қол жеткізу үшін, саған керек нәрсе. Мысалы, үйіңде тамақ жоқ. Тамақ саған пайдалы ма? Пайдалы. Тамақ ішу керек пе? Ішу керек. Енді сол үшін әрекет ету. Сол үшін әрекет ету. Имам Ғазали рахмалла айтады, тіпті мысалы, Имам Ғазали рахмалла мынандай бір мысал келтіреді. Алла тағала бұл дүниеде көп нәрсені белгілі бір әрекеттерге байлаған. Енді ол екеуінің арасында бір шынайы байланыс бар ма? Әхлі сүнна ақидасында арасында шынайы байланыс жоқ. Мысалы, немесе әлгі істе сол күш жоқ. Оған мысал, тамақ жеу. Адам тамақ жеген кезде тояды. Енді тойдыру деген сипат тамақтың бойында бар ма? Немесе тойдыру бұл Алла тағаланың ісі ме? Бұл Алла тағаланың ісі. Ол әлгі шөлді қандыру деген ол судың бойындағы қасиет емес. Алла тағала сенің шөліңнің қануын сол нәрсеге байлап қойды. Бұл дүниеде сондай бір реттілік болу үшін, әрекет болу үшін, бірақ ол оның бойындағы қасиет емес. Мысалы, шипа, жазылып кету, дәрінің бойындағы қасиет пе? Дәрінің бойындағы қасиет емес. Алла тағала айтады, Ибрахим алейхиссалам сөзін, ауырсам, ол маған шипа береді дейді. Мысалы, бір дәрі. Екі ауырып жатқан адамға екеуі бірдей дәрі ішеді, біреуі жазылады, біреуі жазылмайды. Алла тағала біреуіне шипаны берді, екіншісіне шипаны берген жоқ. Демек, шипа Алладан. Ол дәрінің бойындағы қасиет емес. Бірақ Алла тағала бұл дүниеде екеуін бір-біріне байлап қойды. Екеуін бір-біріне байлап қойды. Сен мына нәрсені істейсің, мен саған осы нәрсені жаратып беремін. Сен мына нәрсені істейсің, мен саған осы нәрсені беремін деп Алла тағала байлап қойды. Ал бірақ, енді ақида тұрғысынан қарағанда, екеуінің арасында әлгі шынайы байланыс жоқ. Имам Шейх Буты, рахмахуллах, мынандай бір мысал келтіреді оған. Бір, оның тіпті атауы да бар ғылымда. Бір ғалым 30 шақты итті алғанда, иттерді баққан. Күнде таңертең тамақ беретін кезде, түсте тамақ беретін кезде, кешке тамақ беретін кезде қоңырауды алып шылдырлатады. Шылдырлатып болады да, артынша тамақ береді. Түсте тура сондай, кешке тура сондай. Осылай бір 40-50 күн істейді. Кейін 40 күннен кейін, мысалы, немесе 50 күннен кейін келіп қоңырауды шылдырлатқан кезде әлгі иттер бірден тілдері салақтап тамақ жеуге дайындала бастайды. Неге? Өйткені олардың басында сондай не қалыптасып қалды. Демек, қазір қоңырау шылдырлағаннан кейін артынша тамақ болады деген сондай бір не қалыптасты. Ал бірақ негізінде қоңырау мен тамақтың арасында тікелей байланыс бар ма? Тікелей байланыс жоқ. Бірақ күнде қайталана бергеннен кейін оларда сондай ой пайда болып қалды. Яғни бізде, мысалы, күнде тамақ жейміз, қарнымыз тояды, су ішеміз, шөліміз басылады. Сонымен адамдарда қандай ой пайда болды? Демек, су шөлді қандырады екен, тамақ адам тойдырады екен деген сияқты осындай ой пайда болып қалды. Ал бірақ негізінде тойдыратын Алла тағала, шөлді қандыратын Алла тағала. Ол тамақтың бойындағы, өзінің бойындағы бір күш қасиет емес. Бұл
әхлі сүнна вал жаманың ақидасы. Енді бірақ енді бұл дүниеде Алла тағала осыны бір-біріне байлап қойғандықтан имам Ғазали рахмаулла айтады, бұл жерде Алла тағала екеуін міндетті етіп байлап қойды деді. Мысалы, алдында тамақ тұр, сен тамаққа қолың созасың, жейсің, жеп болғаннан кейін, жегеннен кейін тоясың. Сенде тою пайда болады. Енді бұл жерде сен қолың созғаның үшін, әрекет жасағандығың үшін тәуекелшілердің қатарынан шығып қаласың ба? Олай емес. Имам Ғазали рахмаулла айтады, бұл жерде дейді, бастысы дейді, алдында тұрған тамақты саған жеткізген Алла тағала екендігін, және сол тамақты жегеннен кейін сен тойдыратын Алла тағала екендігін, сол тамаққа қолыңды созуға, тамақты аузыңа салуға, оны шайнауға, оны жұтуға саған күш қуат беретін Алла тағала екендігін, осының барлығын сен жүрегіңде ұстауың керек деді. Тіпті аузыңа тамақты салған кезде осы менің рызқым деп болды, осы меніңкі екен деген сенде ойдың да болмауы. Өйткені бізде имам кісілер айтады, тамақ жеп жатып, шашалып өліп қалған қанша адамдар бар. Аузына салды, шайнап жатыр. Сен тіпті шайнап жатқан кезде осы менің рызқым екен болды, осы маған бұйырған екен деп ойлама дейді. Өмірде қанша жағдайлар болып жатыр. Тамақ жеп жатып, шашалып қалады да, сөйтіп өліп қалады. Аузында тамақ қалып кетіп, немесе бағанағы тамағын жеп отырып, жүрегі ұстап қалып, сонымен мәйітін жуатын кезде аузынан тамағын шығарған жағдайлар болған. Сен осының барлығын жүрегіңде ұстауың керек. Яғни алдыма мынау рызықты Алла тағала жеткізді. Бұны жеуге маған Алла тағала күш қуат береді. Тіпті қолымды созуға Алла тағала маған күш қуат береді. Мен өздігімнен бұл тамақты өзіме келтіре алмаймын, бұл тамақты өздігімнен жей алмаймын, бұл тамақ мені тойдырмайды. Алла тағала қаламаса деп, сол нәрселердің барлығын сен жүрегіңде ұстасаң, осы тәуекел ету деді. Ал арғы жағы әрекет. Яғни тәуекел дегеніміз ол ішкі жағдай. Демек сен сыртқы әрекетін жасайсың, бірақ әлгі ішкі сезім әрдайым жүрегіңде тұру керек. Кез келген нәрседе. Сол үшін имам Ғазали рахмаулла айтады, демек әрекет ету бұл шариғаттан дейді. Ал енді әрекет ету керек деп сен харам жолға түссең, міне ол әрекет емес. Ол Алла тағала сенен талап еткен әрекет емес. Неге? Өйткені Алланың рызқы харам жолмен ізделмейді. Сен харам жолға түстің бе, демек сен тәуекелден шықтың. Алла тағалаға тәуекел етіп жатқан жоқсың. Осындай мәселелерді біз әрдайым ойда, жадымызда ұстауымыз керек. Имам Ғазали рахмаулла одан кейін тағы бір мәселені мысал ретінде келтіреді. Ол бір нәрсені тығу, сақтап қою мәселесі. Мысалы, бір адам қол астында бұған қарап отырған адамдар болғандықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасы қол астында қанша адамдар, жауапты адамдар болды. Сол себепті имам Бұхари Муслимде келетін хадисте яғни бір жылдық тамақты сақтады деген риуаяттар бар. Айтады, қол астындағылар үшін солай істейтін болсаң, ол тәуекел етушілердің қатарынан шығу емес деді. Бірақ бұл жерде имам Ғазали рахмаулла айтады, мынандай бір мәселе бар дейді. Бір жылдық емес, бірнеше жылдық тамақты сақтап жатсаң, ойбай, келесі жылы не болады, одан кейінгі жыл не болады, одан кейінгі жылы не болады деген сияқты сондай бір қорқынышпен, алаңдаушылықпен сен бірнеше жылдың тамағын сақтап жатсаң, онда сен тәуекел етушілерден емессің дейді. Неге? Өйткені Алла тағала өмірде заңдылықтар жаратып қойған.
яғни көктем келеді, мысалы қар ериді, жаңбыр жауады, алла тағала адамдарға рызық етіп берген жеміс жидек өсімдіктер шығады, ексең, әрекет етсең шығады. Бұл алла тағаланың жаратқан несі? Заңдылығы. Соған сену, соған жараса әрекет ету, бұл да тәуекелдің бір шарты. Яғни осы жылы мысалы бидайды өсірген алла тағала, осы жылы тағы басқа бір жемістерді өсірген алла тағала келесі жылы өсірмей қоя ма? Одан кейінгі жылы өсірмей қоя ма? Егер сондай бір қорқыныш болатын болса, жүрегіңде алаңдаушылық болатын болса, онда сен тәуекел етушілерден емессің. Енді қажеттілікке жараса бір нәрсені сақтап қою, ол шариғатқа қайшы емес, бірақ жүрегіңде келесі жыл болмай қалса ше, келесі жыл мынандай болып қалса ше деген сияқты ондай бір сезім, ой болмау керек. Неге? Өйткені осы жыл саған керек нәрселеріңді жеткізіп берген алла тағала келесі жылда жеткізіп береді. Одан кейінгі жылда жеткізіп береді. Ойбай, бағанағы доллар мынанша болып кетсе. Доллар бағанағы, мысалы, қазір 400 қанша болып тұр, ол 1500-2000 болса да, алла тағаланың рызқы жетеді. Рызқы бар. Сол үшін де, яғни осындай нәрселерден қорқып, жүректің мазасыздануы, бұл да тәуекел етушілердің қатарынан шығып кету деді. Шығып кету. Және сондай-ақ әлі келмеген нәрсеге, келмеген зиянның алдын алу. Мысалы, үйіңді құлтап кету. Решетка қою терезеңе. Бұл тәуекелге қарсы ма? Тәуекелге қарсы емес. Неге? Өйткені алла тағала хузу хайзракум, сақтық жасаңдар деді. Яғни, мысалы, ұры көбейген заман сен сигнализация қойып қойдың. Жұмысыңа сигнализация қойып қойдың. Мысалы, камера қойып қойдың, тағы басқа қылдың. Бұл тәуекелге қарсы шығу ма? Жоқ, тәуекелге қарсы шығу емес. Өйткені сен ол нәрселермен сақтап қалады деп ойламайсың. Ол алла тағаланың пендеге берген бір жеңілдіктері, мүмкіндіктері, бірақ менің қорғаушы, маған рызық жеткізуші, рызқымды сақтаушы алла тағала деп білесің. Яғни ішкі жан дүниең өзгермеу керек. Бірақ сыртқы әрекеттерді жасайсың. Сыртқы әрекеттерді жасайсың. Ол тәуекелге қарсы іс әрекет емес. Және одан кейін тағы бір имам Ғазали рахматуллах соңғы айтып кеткен бір мәселе, осымен дәрісімізді тамамдасақ. Бір адам ауруға шалдықса, және адамдарға сол ауруын айта берсе, имам Ғазали рахматуллах айтады, егер деді, бір дәрігер келіп, жағдайың қалай, қай жерің ауырып жатыр, не мазалап жатыр деп сұраған кезде, ол тиісті шараны қолдансын, ем-домын жасасын деген ниетпен айтсаң, онда ол Алланың үстінен шағымдану емес, ол рұқсат деді. Ол рұқсат әрекет. Ал бірақ келіп, көңіліңді сұрап келген адамның әрқайсысына жағдайыңды айтып, шағымдана берсең, қиналып кеттім, кеше түнімен ұйықтай алмадым, мына жерім ауырып шықты, ана ондай болды, мынандай болды деп айта берсең, сен жүрегіңді Аллаға байлаған тәуекел етушілерден емессің дейді. Неге? Өйткені Аллаға тәуекел еткен адам Алланың ісін басқа біреуге шағымданбайды. Оның қолынан не келеді ол жерде? Алла шипасын берсін, қиын болып жатыр екен деген сөзді айтады, болды. Енді кім саған мейірімді? Алла мейірімді ме, немесе әлгі жағдайың сұрап келген адам мейірімді ме? Алла мейірімді. Неге онда мейірімді болған жаратушының үстінен жаратылысқа шағымданасың? Сол үшін имам Ғазали рахматуллах айтады, екі жағдайда ауруыңды, қиналып жатқаныңды айтуға болады дейді. Біріншісі, дәрігер келген кезде, жағдайын сұраған кезде. Екіншісі,
өзіңнің әлсіз құл екендігіңді, Құдайға мұқтаж екендігіңді көрсету үшін деді. Міне Құдайдың құдіреті осылай қылып қойды. Бәріміз Аллаға мұқтажбыз. Мысалы, қанша былай болып жатыр, мынандай әрекет жасап жатыр, бірақ Алла қаламаса ол нәрсе болмайды екен деген сияқты. Адамдарға бір ғибрат болсын, адамдардың сол ақидасын күшейтуге, жүрегіндегі тәуекелді күшейтуге бағытталған әрекет болатын болса, ниет болатын болса, ондай кезде рұқсат деді. Ал ондай жағдай емес басқа жағдайда, онда сен адамдарға шағымданатын болсаң, Алла тағалаға тәуекел еткен адамдардың қатарында болмайсың дейді. Сол үшін де Құранда Юсуф алейхиссаламның сүресінде Яқуб алейхиссалам айтады ғой, фасабрун жәмил, мен көркем сабыр етемін деп. Сонда имамдарымыз көркем сабыр не деген кезде ла шакуа фихи, шағымданусыз болған, яғни шағымдану болмаған сабырлық деп түсіндірген. Яғни сен адамдарға шағымданбайсың. Яқуб алейхиссаламның қиналып жатқанын көрген кезде балалары не деді? Сен әлі қайғырып жүрсің бе? Неге қайғыра бересің деген кезде Яқуб алейхиссалам не деді? Иннама ашку бәсси ва хузни илаллах. Мен өзімнің шағымымды Аллаға айтамын. Сұрасам Алладан сұраймын. Яғни мен саған келіп, пәленшеге барып, түгеншеге барып, ойбай балам жоғалды, ойбай балам мынанша жыл болды, таба алмай жатырмын, қиналып жатырмын деп айтып жатырмын ба? Ешкімге айтып жатқан жоқпын олай. Мен айтсам Аллаға айтып жатырмын шағым. Яғни сол үшін де ғұламаларымыз айтады, егер шағымданғың келсе, онда Аллаға шағымдан деді. Бірақ Алланың ісін басқаға шағымданба деді. Олай ететін болсаң, сен тағы да тәуекел етушілердің қатарынан болмайсың. Тәуекел етушілердің қатарынан шығып кетесің. Яғни жалпы тәуекелге қатысты мәселелер қысқаша осылай. Алла тағала баршамызға Аллаға шынайы тәуекел еткен, жүрегін Аллаға байлаған, жақсылық жамандық Алладан деп біліп, соған жараса әрекет еткен құлдарынан етсін. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк. Әмин. Баршамызға разы болсын.